Барлығына сәлем, сіздермен бірге Абу кино арнасы. Бүгін мен сіздерге қысқа метражда 2019 жылы шыққан Озеро фильмін айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын лайк пен подписация кнопкасын басып кетейікші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық ес, ал мен үшін үлкен қолдау. Фильм Эмбер есімді қыздың жігітімен өз үйінен қашып бара жатқан жерінен басталады. Келесі күні Эмбер орманның ортасында ұйқысынан оянса, Джейктің жоқтығын көреді. Оңға бұрылып қарағанда оны бірден табады. Кенет оның телефонына үйден қоңырау келеді, бірақ Эмбер қойып тастайды. Ол жігітінен Флоридаға қашан баратынын сұрап қызығады. Жігіті бұл орманнан адасып кетпесек жететінін түсіндіреді. Эмбер карта іздеп бардашокты ашқанда револьверді байқайды. Содан Джейк Эмберді қарумен атқызып үйретеді. Бірақ Эмбер көзін жұмғандықтан Джейк оны болашақта ашық көзбен ататынына сенімді болады. Қыз қаруға қызығып Джейкпен ойнамақшы болып, оған тізерлеуді талап етеді. Джейк әзілдеме дегенде Эмбер көзіңді жап деп 10-ға дейін жаймен сана дейді. Содан қыз орман арасымен Джейктен қашады. 10-ға дейін санап біткен Джейк оны іздеуге кетеді. Эмбер сол жақта көлге шомылуды меңзеп бүкіл киімін шешіп тастайды. Бірнеше минут өткеннен кейін Джейк әлі келмейді. Қыз оны неге ұзақ жоқ болып кетті деп ойлайды. Тағы да бірнеше минут өткен соң көл жағасында бейтаныс жігіт пайда болады. Ол қыздан су қалай болып жатқанын сұрайды. Не болып жатқанын түсінбей тұрған қыз су өте керемет дейді. Жігіт оның қобалжып тұрғанын сезіп, еркін сұрақ қоюын талап етеді. Эмбер бәрі жақсы екенін айтып судан шыққысы келмейді. Қыз судың жағасымен жаймендеп жүзеді. Белгісіз жігіт те оны аңдып артынан ере бастайды. Эмбер жігіттің нені меңзеп тұрғанын түсінбейді. Жігіт оған мынандай табиғат пен сұлу қызды көріп тұрған өте керемет сезім екенін айтады. Жігіт одан орманның арасында көліктің тұрғанын мәлімдейді. Эмбер сол жақтан жас жігітті көрмедің бе деп сұрағанда, жігіт оған естімей тұрғанын және жақындап айтуын талап етеді. Ол қыздың атын сұрайды. Қыз қорқулы сезіммен атын айтады. Жағада тапаншаның бар екенін жігіт білмейді деп ойлайды. Сосын жігіт қыздан бұл орманда не істеп жүргенін және жігітің үшін алаңдамайсың ба деп сұрайды. Себебі әр жылы бұл орманда адамдар жоғалып жатқанын айтады. Дәлірек айтқанда, осы көлде дейді. Қыз алаңдамауын сұрап, бәрі жақсы деп әрмен қарай жүзеді. Ол қызға шашының әдемі екенін айтады. Қыз рахметін жеткізеді. Жігіт қызға көмектесетінін айтып, қасына жақындауын сұрайды. Қыз Джейкті күтіп отырмын деп келіспейді. Жігіт оны қорқытып, енді сенің досың жоқ, ол келмейді, сені тастап кетіп қалды деп, енді ол жоқ екенін айтып, психологиялық түрде қорқытады. Қыз Джейкті бар күшімен айқайлап шақырады. Жігіт соңғы рет судан шығуын талап еткенде, қыз әрмен қарай жүзеді. Эмбер артына қарағанда белгісіз жігіт жоқ болып кетеді. Көлдің жағасына келіп тапаншасының жоқтығын байқап, киімдерін тез киіп, көлігіне қарай қаша жөнеледі. Жолда ол өзінің жігітін де байқамайды. Қыз көлікке отырып жүргізіп кеткенде, артынан белгісіз созылған қол пайда болады. Осымен фильм аяқталды. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайктарыңызды басып, төменде комментарийге ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Менің арнамнан шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін подписация кнопкасын басып қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абу кино арнасы, келесі кездескенше.